Өзіңізге уақыт бөле алмай жүрген болсаңыз, жаяу жүріңіз. Адам көбінесе жүрген кезде жеке қалады және ойланады. Тұрмыс тіршілігіңізді талдау, келеңсіздіктерге шешім іздеу, көпшіліктен жырақ шығып, ішкі сезімдерді тыңдау үшін жаяу жүруді байқап көріңіз. Жүру денсаулыққа аса пайдалы. Жаяу жүру адам ағзасының физикалық жағдайын жақсартатын тиімді құрал. Әсіресе жүрек бұлшықеттерінің қалыпты жұмыс жасауына жағдай жасайды. Күнделікті күйбең тіршілікпен қанша шақырым жол жүріп, қанша қимыл қозғалыс жасағанымызды қаперге ала бермейміз. Десе де технология дамыған заманда қимыл қозғалысымыз азайып бара жатқанын мойындауға тиіспіз. Мамандар күніне кем дегенде 30 минут жаяу жүрудің пайдасын былайша тізбектейді. Рухани сергектік береді. Мезгіл өзгерістерінде, әсіресе күз айларында депрессияға бейімділік байқалады. Ал жаяу жүру шоколадтан да көп бақыт гормонының түзілуін қамтамасыз етеді. Оның үстіне калориясыз түрде. Ми жақсы жұмыс істейді. Миға қатысты зерттеулер қозғалыстағы адамның миы отырып жұмыс істейтін адамдарға қарағанда жылдам ойланатыны және жаңа пікірлер қалыптастыра алатындығын анықтаған. Арықтауға көмектеседі. Үйден жұмысқа, жұмыстан үйге кем дегенде 30 минут жаяу жүретін болсаңыз, майдың еруіне 2%-ға ықпал ететін боласыз. Сондай-ақ зерттеулер асықпай баяу жүруге қарағанда бір қалыпты жылдам темпті жүрудің пайдасы көбірек екендігін көрсеткен. Созылмалы аурулардан қорғанасыз. Жаяу жүру қан қысымын 11 балға азайтады және сал ауруына шалдығу қаупін 20-30%-ға азайтады. Аптасына 5 күн 30 минут жаяу жүру арқылы жүрек ауру қаупін 30%-ға азайта аласыз. Жүйелі түрде жаяу жүру варикоз ауруы қаупін азайтады, қан айналымын ретке келтіреді. Жаяу жүру салмақ тастатып, буындарға түсетін жүкті азайтумен қатар, оттегінің буындарға жақсы тарауын қамтамасыз етеді. Жаяу жүрудің адам өмірін ұзартатын және жүрек ауруын азайтатын қасиеттерінен бөлек тағы мынадай адам ағзасына пайдасы бар. Ақыл есі кем болу, қант диабеті, депрессия, ішектің қатерлі ісігі, семіздік, буын аурулары, эректильді дисфункция. Осыларға да пайдасы зор. Өз өміріңізге серуендеу мен физикалық белсенділікті қалай қосуға болады? Жаяу жүруді күнделікті өмірге мүмкіндігінше ауыртпалықсыз енгізудің бірнеше жолы бар. Лифттің орнына баспалдақпен көтеріліңіз, кем дегенде жолдың бір бөлігін. Қоғамдық көліктен бір аялдамаға ертерек шығып, үйге немесе жұмысқа жаяу барыңыз. Азық-түлік үшін алыс дүкендерге барыңыз. Итпен, балалармен немесе серігіңізбен көбірек серуендеңіз. Жаяу жүруді өміріңіздің бір бөлігіне айналдырыңыз. Жаяу серуендеуді күнделікті жұмысыңыздың бір бөлігіне айналдыруға тырысыңыз. Мысалы, күн сайын бір уақытта жүруге тырысыңыз. Денсаулығыңыз бен салмағыңызды жоғалтудың барлық пайдасын көріңіз. Сіз үнемі белсенділіктің нәтижесін көресіз және одан рахат табасыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басыңыз. Деніңіз сау болсын.